Баршаңызға қайырлы күн. Сіздермен бүгін овсяный печенье пісіреміз. Ең алдымен овсянканы табаға қуырып аламыз. Бөлме температурасындағы сары май, қант, бал, ұн, корица, қопсытқыш, кішкене ысытылған су керек болады. Осының барлығына бір келкі қамыр илейміз. Блендердің көмегімен овсянканың жартысын ұндап алдым, жартысы ірі күйінде қалады. Енді осының үстіне барлық массамызды салып, бір келкі қамыр илейміз. Видеодағыдай көрсетілгенде бірінен соң бірін салып араластырамыз. Дайын болған қамырды тоңазытқышқа жарты сағатқа қойып қоямыз. Одан кейін овсяный печеньямызды жасауға кірісеміз. Кішкентай қасықтың көмегімен қолымызға қамырымызды алып, дөңгелекше қылып, әдемілеп формамызға салып шығамыз. Бұл печеньяны 180 градуста 25 минут жұп-жұмсақ қылып пісіріп аламыз. Сіздердің духовкаларыңызға ыңғайлығып жасайсыздар. Міне овсяный печеньямыз дайын болды. Шайларыңыз дәмді болсын.